Баршаңызға сәлем. Бүгін біз терияки соус қосылған тауық етін жасайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші күрішімізді жақсылап жуып алып, отқа қойып, қайнатып күрішіміз пісем дегенше етімізді мариновка жасап, жақсылап майдалап тауық етін турап аламыз. Ішіне куркума, имбир, сұйық май, қара бұрыш және де крахмал қосып мариновкаға қойып қоямыз. Ол мариновка жасалам дегенше біз соус жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір ас қасық крахмал және су, соевой соус қажет болады. Үшеуін жақсылап араластырып қоямыз. Етімізді майға қуырып, жаңағы жасап қойған соусымызды құйып, 5-10 минутқа қайнатып аламыз. Дайын болған күрішіміздің бетіне тауық етінен жасалған терияки соус пен подливімізді құямыз. Ал астарыңыз дәмді болсын. Мені қолдап комментарий жазуды ұмытпаңыздар.